Өмір тым тез әдетке айналады. Бақытты өмір сүру үшін ақша тапқың келеді. Нәтижесінде бар күш-қуатың табыс табуға жұмсалады. Бақыт ұмытылады. Қалта толтыру мақсатқа айналады. Келешекке жасар ең үлкен жомарттығың бәрін бүгінге арнауың. Бақыттың мәні не деп іздесеңіз, ешқашан бақытты болмайсыз. Өмірдің мәнін іздесеңіз, ешқашан өмір сүрмейсіз. Өмірде шешіп алатын ең маңызды сауал бір мезгілде бақытты әрі жалғыз болуға бола ма? Дым бермесең, түк алмайсың. Сен ешкім сүймесе, ол бақытсыздық емес. Бақытсыздық өзің ешкімді сүйе алмау. Саяхаттау өмірдегі ең ұлы әрі күрделі ғылым ретінде адамға өзін-өзі тануға көмектеседі. Ерте ме, кеш пе, пайымдау мен әрекеттің бірін таңдайтын сәт туады. Оны адам қатарына қосылу деп атайды. Дарын тек бір сәттік мүмкіндік. Тек еңбек пен қайсарлық оны даңққа айналдырады. Бұл өмірде мағына жоқ. Соны сезінген адам еркіндікке қол жеткізеді. Дәулетті кіріптар болғанша, азаттығы бар жарлы болған артық. Әрине адамдар әрі бай, әрі азат болғысы келеді. Соның салдарынан кедей құлға айналып шыға келеді. Менің алдыма түспе, ілесе алмай қалуым ықтимал. Соңыма түспе, бөтен жаққа бастап кетуім мүмкін. Қасымда жүр, жан жолдасым бол. Тек таңдау еркіндігі тұлғаны қалыптастырады. Бар болу өзіңді таңдаудан басталады.